Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 65-ші сабақ қосу және азайту, өзара кері амалдар. Алған білімдерімізді қолданатын боламыз. Бірінші есеп математика күнделікті өмірде. Суретке қара, неше бала саяхатқа шықты, ересектер нешеу, төмендегі жазуларды түсіндір дейді. Яғни мұнда суретте бірнеше ересек адам және бірнеше балалар көрсетілген, иә? Соның ішінде неше бала саяхатқа шықты дейді, ересектер нешеу дейді. Санап көрейік, иә? Ересектер біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, бес ересек екен, иә? Ал балалар саны 1, 2, 3 бала екен. Сонда 5-ке 3-ті қоссақ, барлығы 8 адам саяхатқа шыққан екен, иә озат оқушым. Ал барлығы 8 адамнан 3 баланы алсақ, 5 қалады екен, иә? Яғни 5 ересек адам екенін тауып алсақ болады екен. Енді түсіндіріп көрейік. 5-ке 3-ті қоссақ, 8 болады. Бұл жердегі 5 саны және 3 саны қосылғыш болады, ал 8 қосындының мәні болады. 5 пен 3-ті қосқанда 2 қосылғышты қоссақ, қосындының мәні шығады, иә? 5 пен 3 тең 8. Одан кейінгі мысалға қосылғыштардың орны ауысқаны мен қосындының мәні өзгермейді деген ереже бар. Яғни 5 пен 3-тің орнын ауыстырып 3 қосу 5 десек те, қосындының мәні 8 шығады екен. Енді азайтқышқа қарайық. 8-ден 3-ті азайтамыз. Сол кезде айырманың мәні 5 болады. 8 дегеніміз азайғыш. Оны азайтатын 3 екен, азайтқыш дейміз 3-ті. Ал 5 ол айырманың мәні екен. Мысалға 8-ден 3-ті алсақ 5, азайғыштан азайтқышты алсақ айырманың мәні шығады. Одан кейін 8-ден 5-ті алсақ 3 қалады екен, Яғни 8-ден біз 8 азайғыш, 5 азайтқыш болды, ал 3 айырманың мәні болды, бұл жерде. Келесі бізде екінші есеп. Мына бір ережені есте сақтап алайық. Қосу және азайту өзара кері амалдар. Яғни өзара кері амалдар дегеніміз қосу және азайту амалдары екен, озат оқушым. Екінші есеп бос орындарға тиісті сандарды ата. Сандардың өзара қалай байланысқанын түсіндір дейді. 5-ке 2-ні қосамыз, 7 болды. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырып көрейік. 2-ге 5-ті қосамыз, яғни бос төркөзге 2-ні жазамыз. Сол кезде де 7 шығады екен. Қосындының мәні өзгерген жоқ. Келесі, нешеден біз 5-ті азайтсақ 2 болады? Яғни 7-ден, 7-ден 5-ті азайтсақ 2 болады екен. 7-ден 2-ні азайтсақ 5 болады екен. Яғни бос торкөздердегі сан ол 7 екен. Келесі амал 5-ке 4-ті қосамыз, 9 болды. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 4-ке 5-ті қоссақ та 9 болады екен. Мұнда бос орынға 5 жазамыз, Келесі, нешеден біз 5-ті азайтсақ 4 болады? 9-дан, 9-дан 5-ті азайтсақ 4 болады екен. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 қалады екен. Мінеки озат оқушым, біз бос орындарға тиісті сандарды тауып жазып, өзара кері амалдарды есептеп шығарып алдық. Келесі бізде үшінші есеп өзіндік жұмыс дейді. Қосу мен азайтуға өзара байланысты мысалдар құрастыр дейді. 90 шығу үшін 10-ға нешені қосамыз? 80-ді қосамыз, яғни 80 қосу 10 тең 90 болады. Енді 10-ға 80-ді қоссақ та 90 болады екен. 90-нан 80-ді азайтсақ 10 қалады, 90-нан 10-ды азайтсақ 80 болады екен. Келесі 80, яғни 30-ға нешені қоссақ 80 болады? 50 болады. Бос орынға 50-ді жазамыз, Енді өзара амалдар құрастырайық, кері амалдар. 30-ға 50-ді қосамыз 80 болады. 80-нен 30-ды аламыз 50 болады. 80-нен 50-ді алсақ 30 қалады екен. Немесе мына жерде қосылғыштардың орнын ауыстырсақ болады, 30 қосу 50 дегенді 50 қосу 30 десек те 80 болады екен. Келесі 70, 40-қа нешені қоссақ 70 болады? 30-ды қоссақ, Енді 40-қа 30-ды қоссақ 70, 30-ға 40-ды қоссақ та 70 болады екен. 70-тен 30-ды азайтсақ 40 қалады, 70-тен 40-ды азайтсақ 30 қалады. Бұл жерде 70 азайғыш, 40 азайтқыш, 30 айырманың мәні болды, озат оқушым. Келесі бізде төртінші есеп. Төртінші есепте
Ескі себетке бөліп салуға көмектес. Әр қайсында 7 килограммнан болатындай орналастыр дейді. Екі себет көрсетілген, оларға 7 килограммнан біз орналастыру керек екенбіз. Мына жердегі көкөністер және жемістерді. Ең бірінші пияз көрсетілген, 3 килограмм екен оның салмағы. Одан кейін алма 1 килограмм. 3-ке 1-ді қоссақ 4 килограмм шықты. Одан кейін себеттің оң жағында 2 килограмм сәбіз, 1 килограмм қияр көрсетілген. 2-ге 1-ді қоссақ 3 болды. Енді осы 4 килограммға 3 килограммды қоссақ 7 болады екен. Яғни осы бірінші қатардағы көкөніс пен жемістерді біз бірінші себетке орналастырсақ болады екен. Озат оқушым. Келесі орамжапырақ 1 килограмм, бананның салмағы 2 килограмм, екеуін қоссақ 3 килограмм шығады екен. Енді себеттің оң жағындағын есептейік. 2 килограмм апельсинге 3 килограмм картопты қоссақ 5 килограмм болады екен. Енді 5-ке 3-ті қоссақ бізде 8 килограмм болып кетеді. Ал біз себетке тек 7 килограмм салу керекпіз. Онда біз орамжапырақты салмаймыз, тек 2 килограммдық бананды саламыз. 2-ге 5-ті қоссақ 7 килограмм болады екен. Озат оқушым. Мінекей біз себеттерге керекті жемістер мен көкөністерді орналастырдық, 7 килограммнан. Келесі бізде 5-ші есеп. Сен зерттеушісің дейді. Қай заттың суреті қойылмаған? Бірінші кестеде көлік, кеме және ұшақ көрсетілген. Бірінші қатарында үшеуі де қойылған, ортасындағы бос орын бар екен. Сол жерге қайсы қойылмай қалды? Соны табамыз. Мысалға кеме, одан кейін көлік тұр екінші қатарында. Бұл жерде ұшақ қалып қойған екен. Ұшақты орналастырамыз. Оның астында ұшақ, көлік және кеме орналасқан. Тек орындарын ауыстырсақ, барлық қатар толады екен. Екінші кестені қарайық. Ең бірінші поезд, одан кейін көлік және автобус. Екінші қатарында 2 бос орын екен. Ол жерге біз бірінші бос орынға көлікті орналастырамыз, екінші бос орынға автобусты орналастырамыз. Енді үшінші қатардың ортасы бос екен. Автобус тұр, көлік тұр, не жетіспейді? Поезд жетіспейді екен. Ортасындағы бос орынға біз поезді орналастырамыз. Мінекей осылай қызыл бағытпен барлығын көрсетіп қойдық. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Түсінбеген сұрақтарың болса, видеоның астына жаза кетсең болады. Келесі сабақта көріскенше сау бол озат оқушым.